алманы төбеңе қой. Төбеме? Иә, қорықпасық. Енді өнерімді мен Кім көрсетем. қорқады? Мен бе? Мінекей, бірақ абайла. Тиген жоқ. Сен мені абайсызда құлаттың. Ал сен мұндайда әрқашан дайын болуың керек. Жарай, мен қыздарға қол жұмсамайын. Сен нағыз джентльменсің ғой. Желтимесін деген не? Келтемесін дегенім жоқ. Джентльменсің деймін. Яғни тәрбиелі, әдепті, сыпайы, жақсы жігітсің. Бәсе? Сөйтсе, енді сондаймыз ғой. Бірақ мақтаншақтаусың. Сен ренжіме. Дос деген жылатып айтады ғой. Енді бір сөз айтсаң, өзіңді жылатам. Және тез ашуланасың. Болды, енді сенімен дос болмайын. Сын айтса көтер алмайсың. Жетер енді! Қайтар онда менің айнамды. Айна? Айнаңды ма? Ол айна көлге батып кетті ғой деймін өткенде, иә? Ештеңен білмеймін. Таңертеңнен бері шашымды тарап, түріме қарайын десем айнам жоқ. Ал айнасыз қыздардың күні жоқ екен білесің ғой. Жарайды, жүр ендеше. Көлге барып айнаңды іздейміз. Тасбақа, саған не болған? Біреу тиді ме? Ертең менің туған күнім. Оу, Тасбақа, онда қайта қуану керек емес пе? Достарың келеді, сыйлықтар әкеледі. Қайдағы достар, қайдағы сыйлықтар. Неге тоқтап қалдың? Кеттік айнаңа. Қоя тұршы айнаны. Мұнда Тасбақа жылап отыр. Ертең туған күні екен. Тоқтаймыз. Саған зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт және мөлдір махаббат тілейміз. Ал енді кеттік дейсіз. Мөлдір махаббат. Асық, керек жоқ айнаның. Тоқташ енді. Не? Біресе керек емес. Қуасың ба не? Жоқ, керегі бар әрине. Бірақ мына жерде айнадан да маңызды нәрсе шығып тұр ғой. Айнада маңызды не бар мұнда? Тасбақа ма? Я, Тасбақа. Ертең туылған күні. Ал бұл жылап отыр. Жыламаса көз ақсын. Көз емес пе? Өткенде мені мазаламаңдар, маған жоламаңдар деп бізбен сөйлеспей қойған. Қандай кекшіл едің Асық. Мен сен досым деп жүрсем, бара бер. Мен ешқайда да бармайым. Енді мен Тасбақамен дос болам. Қалай сонда? Кәпшат, сен мына қырсық, жылауық Тасбақамен дос болмақсың ба? Ақуды атпа, досыңды сатпа деген қайда? Маған ешкімді ешнәрсе керек емес. Неге олай дейсің, Тасбақа? Болды енді, жыламашы енді. Себебі менің үйім жоқ ей. Оу, Тасбақа, мынау сенің үйің емей немене? Қайда көшем десең де, қайда қонам десең де өзің білесің. Рақат емес пе? Ол әрине жақсы ғой, бірақ мен қонақ күте алмай. Ертең достарым келе қалса, оларды қайда кіргізем? Мына үйімнің үстіне дастархан жасайын ба? Я, қиын екен жағдай. Тасбақажан, сен жылай берме. Біз бір нәрсе ойлап табармыз. Солай емес пе Асық? Я, бірақ не ойлап табатынымызды ойлап басым қатып кетті. Кеттік Асық. Біз ақылдасып көрейік. Бір бастан екі бас артық емес. Торсық ата, Асар туралы айтқан еді ғой. Асар? Ол Асар деп бүкіл ауыл болып, бір кісідей жұмылып, көмектескен тірлікті айтады. Бірлік түбі тірлік деген содан қалған. Міне, Асар деген осы. тамаша. Сонда асар жасап, бәріміз Тасбақаға үй тұрғызып берсек, туылған күніне керемет сый жасаған болар еді. Алақай, онда алдымен сәулетші Дәуіт атаға барайық. Асарға келіңдер! Тасбақаға үй салып береміз! Асарға келіңдер! Бәріңе!
Туылған күніңмен құттықтаймыз! Алақай! Тамаша! Туылған күніңмен! Бұл не сонда? Бұл сенің үйің тасбақа. Және біздің саған деген сыйлығымыз. Менің үйім, менің сыйлығым. Алтын ұямыз, қазақ ұямыз, қандай ғажап достармен бірге. Ғажайып мекен, тамаша екен, ойнап күліп асыр сап жүрген. Өзіне бөрең төсегі. Асыр сап ойнап, жадырап жайнап, ән салайық бірге бәріміз. Балалық шақта